Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге етсіз котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Бар жоғы 2 ингредиенттен тұратын бұл котлетті міндетті түрде жасап көріңіз. Кешкі асқа немесе түскі асқа дайындасаңыз болады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырша белгісін басыңыз және видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге картоп және гречка қажет болады. Картопты осылай жуып, тазалап, кішкене бөліктерге бөліп, суға пісіріп алатын боламыз. Гречкамызды да дәл солай қайнататын боламыз. Кішкене бетіне көбіктер шыққан кезде бетінен алып тастаңыздар. Мен барлығын төменге описанияға қажетті мөлшерде қалдыратын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Мінекей мына жерде менде гречкамда және картопым толықтай пісті. Енді осы картопымызды шамамен 5 минуттай суытып, картоп езгішпен осылай езіп шығасыздар. Егер сізде ол болмаса, миксерді пайдалансаңыздар да болады. Картопымызды толықтай езіп болғаннан кейін үстіне осы суға қайнаған гречкамыздың барлығын саласыздар және де үстіне дәмдеуіштер қосамыз. Мен тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және аскөк қосқан болатынмын. Егер сізде котлетке арналған дәмдеуіш болса, қоссаңыз болады. Ең соңында бір жұмыртқамызды саламыз және де толықтай жақсылап араласуы қажет. Осылай қасықпен немесе қолыңызбен араластырсаңыз болады. Мінекей видеодағыдай болып шығуы қажет. Енді осының барлығын дайындап аламыз және де қолыңызға кішкене ғана бөлігін алып, ешқандай қолыңызды сулаудың, майлаудың қажеті жоқ. Қолыңызға ешқандай да жабыспайды. Осылай видеодағыдай котлет жасайтын боламыз. Яғни формасын шығарып, сонан соң панировочный сухариға аунататын боламыз. Екі жағын, жан жағын. Егер сізде панировочный сухари болмаса, оның орнына ұнды қолдансаңыз болады. Дәл осылай ұнды пайдалансаңыз да котлетіңіз жақсы шығатын болады. Видеодағыдай барлығын жасап аласыздар. Біздің котлеттеріміз өте тез пісетін болғандықтан, осылай барлығын жасап алғандарыңыз жөн. Енді қазанға майымызды құйып қыздырамыз және котлеттерді видеодағыдай пісіріп аласыздар. Қатты көп май құюдың қажеті жоқ, осылай жартылай батып тұрса жеткілікті. Бізде котлеттердің құрамы піскен зат болғандықтан қатты көп ұстаудың қажеті жоқ. Осылай екі жағын қызартып, аударып пісіріп аласыздар. Барлығын өте оңай жасалады. Мінекей біздің котлеттеріміз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Тағы да басқа керемет рецептерді менің каналымнан көре аласыздар. Сіздермен болған Гүлсая.